Оралда жылдар бойы жыр болған жол жөнделді. Бұл іске Аманат партиясы мұрындық болды. Жергілікті кәсіпкерлер қаржылай қолдау көрсетті. Негізі бұл жол бұған дейін мүлдем жөнделмеген. Тұрғындар әкімдікке бірнеше рет шағым да түсірген, жауаптар оған қаржы бөлінбегенін айтқан. Партиялықтар мәселені қолға алып, бастамаға кәсіпкерлер қолдау көрсетті. Ұзындығы 200 метр, ені 8 метр болатын жаңа жол төсемінің құны 10 миллион теңге құрады. Аманат партиясының ғимаратына қоғамдық қабылдауға бұл көшенің тұрғындары маған келген болатын. Бұны осы көшенің кәсіпкерлері құп алып, барлығымыз бірігіп, әр кәсіпкер өз қалтасынан қаражатын шығарып, азғантай болса да, енді бұл бір квартал Ахмирова көшесінің бойына, енді көлемі азғантай болса да, осы жерге асфальт төселді. Қаланы көркейтуге қосқан үлестер үшін кәсіпкерлерге және саудагер бастаушы ұйымның мүшелеріне алғыс хаттар табысталып, ризашылықтарын білдірді. Бастысы жолдың жөнделгеніне тұрғындар қуанышты. Шаң болып, топырақ болып, терезелерімізді ашалған жоқпыз, үйімізде ауа болған жоқ. Осы 2-3 жылдан бері қайтадан бастадық. Аманат партиясына бардық, өзіміздің өтінішімізді білдірдік. Осының нәтижесі бүгін мінекей өзіміздің көшемізде бір түнде кеште бастады. Таңға дейін осы жолдың бәрін төсеп берді. Өте қатты ризамын.